Біз қай мемлекетте тұрамыз? Біз Қазақстанда тұрамыз. Дұрыс айтасың, біз Қазақстанда тұрамыз. Ал біздің Қазақстан жеріміз немен ерекшеленеді? Біздің домбырамыз, киіз үй бар, қыран-қос бар. Бәрекелді, дұрыс айтасың. Біздің Қазақстан еліміздің ұлттық аспабымыз домбырамыз бар. Біздің қазақ үйіміз бар екен. Және де біздің аспанда қалқып жүретін қыран құсымыз бар екен. Дұрыс айтасың. Олай болса, осы домбыра, қыран құс, киіз үйді біз суретке жабыстырамыз. Дұрыс айтады. Ал олай болса, жұмысқа кірісе қоймау. Киіз үйден бастайық, желімді жаға қой. Жаға қой. Жақсы. Ал, жабыстыра қой. Бәрекелді. Киіз үйімізді жабыстырдық. Қыран құсымызды жабыстырайық. Өте жақсы. Қыран құсымызды, аспанда қалқып жүрген қыран құсымызды жабыстырайық. Енді киелі аспап не бар? Домбыра. Домбыра, бәрекелді. Домбырамызды жабыстырайық. Тамаша. Өте жақсы. Жабыстыра қой. Өте жақсы. Бәрекелді. Біз не жабыстырдық? Айта қойшы. Домбыра, қыран-қос, киіз үй. Бәрекелді. Одан басқа сен бұл суретте не көріп тұрсың? Күн, бұлттар, Бәрекелді. Және де тұлпар. Бәрекелді. Бұл біздің қазақ еліміздің бейнесі екен. Дұрыс екен балым. Ал енді көрсетейікші бұл суретімізді. Көрсетейік. Қандай керемет. Әлібек, бізде қандай мереке келе жатыр? Тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. А сен Қазақстан жерімізге, отанымызға деген қандай тақпақ дайындадың? Айта қойшы. Оған байтақ тері бар, пайдалы қазба кені бар. Тәуелсіз ел Қазақстан, көркіне көркі жарасқан. Тәуелсіз азат ерім, туып өскен байтақ терім, мәңгі жайнап тұра бер, Қазақстаным менім. Бәрекелді. Рахмет, Әлібек. Сенің өркенің өссін. Сен де қыран құстай самғап жүре бер балам. Бақытты балалық шақ.